Алтын Орда мемлекеті. Бату ханның батыс жорықтары, Алтын Орданың құрылуы. 1235 жылғы бүкіл моңғолдық құрылтайда батыс елдеріне жорық жасау туралы шешім қабылданады. Бұл жорыққа Бату хан басшылық етеді. Бату әскерінің үлкен бөлігі қыпшақтардан жасақталды. Моңғолдар бүкіл әскердің 1/3 бөлігін құрады. Бату ханның 1236-1242 жылдардағы жаугершілік жорықтары Еуразияның саяси картасын өзгертті. Тарихта алғаш рет Ертістен Дунайға дейінгі ұлы даланың бүкіл кеңістігі бір ғана жошы әулеті иеліктерінің құрамына енді. Моңғол империясының 1/4 бөлігін жошы ұлысы құрады. Оңтүстіктегі шекарасы Сырдарияның орта ағысы мен Амударияны қамтыды. Бату әскерлері талқандаған орыс князьдіктері Алтын Ордаға тәуелді болды. Алтын Ордаға тәуелді болған орыс князьдіктері жыл сайын алым-салық төлеп тұруға мәжбүр болды. Алтын Орданың басты бөлігін түркі тайпалары, негізінен қыпшақтар құрады. Алтын Ордада моңғолдардың өзі өте аз болды. Қазақстан аумағында қалған моңғолдар 14 ғасырға қарай толықтай түркіленді. Алтын Орданың негізін қалаушы Бату хан барлық ханзадалардың үлкені ретінде саналып, жоғары беделге ие болды. Ол Алтын Ордада 1227-1255 жылдары билік етті. Қыпшақтар Батуды Сайын хан, ақылды хан деп атады. Батудан кейін оның інісі Берке 1257-1266 жылдары билік етті. Ол хандардың ішінде бірінші болып ислам дінін қабылдап, моңғол орталығына тәуелсіз саясат жүргізе бастады. Оның тұсында қала құрылысы қарқынды жүргізілді. Жаңа Орда, Сарай Берке қаласы салынды. Хан Парсы елі мен Мысырдан ғалымдарды, дін иелерін, ақындарды, Хорезмнен қолөнершілер мен көпестерді шақыртты. Шығыс елдерімен сауда және дипломатиялық байланыстар біршама жанданды. Берке хан билік еткен кезде Алтын Орда мен Мысыр ресми түрде елшілік алмасты. Мысырда Қыпшақ даласынан шыққан Бейбарыс сұлтан билік жүргізді. Асқан қабілетінің арқасында Бейбарыс құлдан мемлекет басшысына дейін көтеріліп, қолбасшы мен қайраткер ретінде тарихқа енді. Осы Берке хан мен Бейбарыстың арасында, яғни Алтын Орда мен Мысыр мемлекетінің арасында тығыз қарым-қатынас орнаған екен. Алтын Орда саяси дербестікті Бату ханның немересі Мөңке Темір 1266-1280 жылдары билік еткен тұста алды. Ол жошы ұлысын билеушілердің ішінен бірінші болып өз атынан теңге соқтырып, жарлықтар шығарды. Сонымен 13 ғасырдың 60 жылдарынан бастап жошы ұлысы жалпы империялық орталықтан бөлініп, әлемдегі ең ірі бай дербес мемлекетке айналды. Мемлекеттік құрылымы. Шыңғысханның алтын ұрпағы кез келген өкілінің Ордадағы хандыққа құқығы бар еді. Ол лайықты деп танылып, сұлтандар құрылтайында бекітілген жағдайда хан бола алды. Шыңғыс ұрпағына жатпайтын кез келген адамның хан болуға құқығы болмады. Мемлекетте ханнан кейінгі келесі үлкен тұлға Беклербек еді. Ол әскерлердің бас қолбасшысы және сыртқы саясат басшысы болды. Маңызды мемлекеттік істерді шешу үшін құрылтай шақырылды. Атқарушы биліктің органы болған диуан қаржы саласын, салық жинауды, ішкі саясатты басқарды. Диуан басында уәзір тұрды. Мемлекеттің екі бөлікке, оң және сол қанатқа бөлінуі Бату хан билеген кезде де жалғасты. Оң қанат Еділ бойынан Дунайға дейінгі аумақты қамтыды. Оң қанаттың орталығы астанасы алғашқы кезде Сарай Бату қаласы, кейін Беркенің тұсында Сарай Берке қаласы болды. Оң қанатты Бату ұрпағынан шыққандар басқарды. Сол қанат шығыс дешті Қыпшақ пен
Сырдария алқабын алып жатты. Сол қанатты Жошының үлкен ұлы Орда Ежен және оның ұрпақтары билік етті. Сол қанаттың астанасы Сырдария өзенінің бойындағы Сығанақ қаласы болды. Жалпы ұлыстар өз кезегінде жекеленген иеліктерге бөлінді. Онда Жошының басқа ұлдары да билік жүргізді. Мысалы, Жошының ұлы Шайбан Қазақстанның солтүстік батыс жерлерінде иелік етті. Барлық аумақта ортақ құқық ережелер Шыңғыс ханның жасағы басшылыққа алынды. Ислам ықпалының күшеюіне байланысты мұсылман құқығы шариғат біртіндеп ене бастады. Алтын Ордада салық жинау жүйесі құрылды. Халық әскерді, жаушыларды керек жарақпен қамтамасыз етуге, пошта бекеттерін ұстауға да міндеттенді. Салық жинауды басқақтар іске асырды. Басқақтар ханның жаулап алған елдеріндегі өкілдері еді. Басқақтардың жанында қарулы жасағы болды. Олар үнемі қала сыртында орналасты. Егер қандай да бір князь ханның жарлығын орындамаса немесе салықты төлемесе, онда басқақ өз қарулы жасағымен жазалауға шықты. Ал 13 ғасырдың соңынан бастап орыс князьдіктерінен салық жинауды басқақтар емес, сол кейбір князьдер атқара бастады. Алтын Орданың өркендеуі. 14 ғасырдың бірінші жартысында Өзбек хан 1312-1342 жылдар билік етті, және оның ұлы Жәнібек 1342-1357 жылдары билік еткен тұста Алтын Орда өзінің ең жоғарғы өркендеу деңгейіне жетті. Өзбек хан Батудың ұрпағы болатын. Өзбек хан 1312 жылы исламды Алтын Орда мемлекетінің ресми діні етіп біржолата бекітті. Орталық билікті күшейтіп, құрылтай шақыруды тоқтатты. Нақ осы Өзбек хан билік еткен жылдары деректерде алғаш рет өзбектер мемлекеті деген сөз тіркесі пайда болды. Сығанақ пен Отырар қалалары қайтадан ірі қолөнер мен сауда орталықтарына айналды. Отырарда 13 ғасырдың 30 жылдарының өзінде ақша сарайы жұмыс істеді. Өзбек хан керуен саудасының дамуына көп көңіл бөлді. Орда Батыс Европа, Кіші Азия, Мысыр, Үндістан, Қытай елдерімен қызу сауда жүргізді. Сауда жолдары тек қауіпсіз ғана емес, қолайлы болды. Алтын Орда қалалары қамал қорғандарының болмауымен ерекшеленді. Марко Полоның 13 ғасырдағы айтуынша, қалаларға әскердің кіруіне кедергі жасамау үшін қамал қабырғалар мен қақпалар болуына рұқсат етілмеді. Алтын Орданың құлауы. Жәнібектен кейін оның ұлы Бердібек таққа отырды. Ол 1357-1359 жылдар билік етті. Бердібек өте билік құмар, қатал хан болған. Тақ үшін таласта өзінің бәсекелестерін толық жойып жіберген. Соның нәтижесінде Батудың тікелей ұрпақтарынан ешкім қалмады. Бірақ өзі де сол тақ таласының құрбаны болды. 1359 жылы Бердібекте өлтірілді. Бердібек өлгеннен кейін Алтын Ордада нәубет кезеңі мен сарайлар төңкерісі басталды. Яғни билік таққа талас басталды. 1359-1379 жылдардың аралығында билікте 20-дан астам хан ауысты. Алтын Ордада сарайлар төңкерісі болып жатқан кезде осыны пайдаланған орыс князьдіктері Алтын Ордаға алым-салық төлеуін тоқтатты. Орыс князьдіктерін орнына қою үшін 1380 жылы Алтын Орданың билеушісі, уақытша билеушісі болған Мамай бұл ханның ұрпағы емес, ол әскер басы болған, бірақ билікке ие болған. Сол Мамай орыс князьдіктеріне қарсы жорыққа аттанады. Сөйтіп Куликов даласында Мәскеу князі Дмитрий Донскойдың әскерімен шайқасып, Мамай жеңіліп қалады. Осы Мамайдың жеңісін Шыңғыс ханның ұрпағы Тоқтамыс пайдаланады. Тоқтамыс Әмір Темірдің қолдауымен Мамайдан Алтын Ордадағы билікті тартып алады.
әскери жеңістермен өз билігін нығайтуға ұмтылған ол 1382 жылы орыс князьдіктеріне жорық жасап, Мәскеуді өртеп жібереді. Орыс князьдарының салық төлеуін қалпына келтіреді. Көп уақыт өтпей Тоқтамыс жошы ұрпақтарының барлық иеліктерін біріктіріп, елде мықты билік орнатты. Алайда Әмір Темір Тоқтамыс билігіндегі Алтын Орда мен Ақ Орданың бірігуін өз мемлекетіне төнген қауіп ретінде қарастырды. 1389-1391 жылы 1395 жылдардағы үш жорық нәтижесінде Әмір Темір Алтын Орданы талқандады. Алтын Орданың барлық қалалары қиратылды, сауда мен қолөнер құлдырады. Әмір Темірдің осы тонаушылық жорықтарынан кейін Алтын Орда құлдырау кезеңін бастан кешірді. 15 ғасырдың 50-70 жылдары Алтын Орда мемлекеті толықтай құлады да, оның иеліктерінің орнына бірнеше жаңа түркі мемлекеттері құрылды. Олар Ноғай Ордасы, Қырым, Қазан, Астрахан, Сібір хандықтары еді. Кейінірек бұл хандықтар орыс мемлекетінің құрамына енді. Пайдаланылған ресурстар.